Сәлеметсіздер ме оқушылар, қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сүйінбай Аронұлы өмірі мен шығармашылығы. Бүгінгі сабағымыздың жоспарында Сүйінбай Аронұлы өмірі, айтыстары, өлең толғауларын қарастыратын боламыз. Белгілі қазақ ақындарының бірі Сүйінбай Аронұлы 1815 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ деген жерде дүниеге келген. Әкесі Арон Күсеұлы, арғы-атасы Жиенқұл деген кісі. Белгілі әдебиетші, ғалым, Қазақ ғылым академиясының академигі, әйгілі Абай жолы роман-эпопеясының авторы Мұхтар Омарханұлы Әуезов 19 ғасырдағы жетісу ақындарының алтын діңгегі деп Сүйінбайға жоғары баға беріп кеткен. Сонымен қатар оқушылар өздеріңізге белгілі айтыс өнерінің майталманы Жамбыл Жабаев «Менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлеме сыйынбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай» деп Сүйінбайды өзінің рухани ұстазы пір тұтқан. Сонымен қатар осы Сүйінбайдың айтыс өнерінде алатын орны ерекше. Оның Тезек төремен, Қаңтарбаймен, Қатарғанмен айтыстары ерекше орын алады. Көптеген өлең толғаулары бар. Оның ішінде Сүйінбайдың шығармалары негізінен халықты, жастарды жақсылыққа жақын болып, жамандықтан қашық болуға шақырады. Оның мысал айтатын болсақ, жақсы мен жаман адамның қасиеттері. Жақсы жігіт ел жұртының ағасындай, жақсы әйел ама жұртының анасындай, жақсыға ешкімде жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай, жақсының сөзін әркім пайдаланар, ұйлалы өрттің ағашындай деген секілді, яғни халықты, жастарды жақсылыққа шақырады. Сонымен қатар оқушылар оның көптеген арнау өлеңдері бар. Үмбетәліге, төрелерге деген секілді, әділеттік орнаса деген секілді көптеген өлеңдері бар. Барлығымызға белгілі, қазақ хандық дәуірі кезінде, яғни 15-18 ғасырлар аралығында біздің басты дұшпанымыз, яғни жауымыз жоңғар қалмақтары болды. Сол кезде өзінің ерлігімен, батырлығымен көзге түскен батырларға, яғни көптеген дастандар арналды. Оның ішінде Қарасай батыр, Жабай батыр, Сұраншы батыр, Саурық батыр секілді батырларға өзінің дастандарын арнаған болатын. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге Сүйінбай Аронұлының өмірі мен шығармашылығы, айтыстары, өлең толғаулары жайында көптеген мәлімет алдық. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.